Ассалаумағалейкум қазақ елі, мені новый шлемімді бағалап қойыңыздар. Ерік екеуміз Алматыдан ауылға келдік. Естеріңізде ме, осыдан 1,5 жыл бұрын Ерік бізге ауылға келіп балық аулаған болатын, бірақ ол кезде кішкене салқын кезде келіп қалдық та, үлкен трофейлер рогаткамен аталмай қалдық. Қазір енді бұйыртса мотоциклге отырып алып бір жерді бар, сол жерді көріп қайтсақ па деген ойымыз бар. Шлемді алып алдым. Ана өзінің заводской шлемі анандай царапина болды да, сөйтіп көзіме дұрыс көрінбей, сондай проблемалар болғандықтан. Менде новыйдан андай сумочка, ішінде американский катушка бар. Биылғы арсеналды көрсететін боламын. Кім білер білмес жігіттер бар, енді мен өзім сондай магазинім бар, интернет дүкенім. rogatkashop.kz деген инста парақшада, және тиктокта Абзал Slingshot деген. Сол жақтан осындай рогаткалар алсаңыздар болады. Қазір басына жеткен кезде түсіретін боламыз. Al jigitler, kızdırıp alamız. Jettik al. Jettik turib oturadi arasında. Al jigitler. Полный бак. Оператор бұл бала. Бастыға, ой, ақырын 5 миллион деп басқа. Әні. Айыр. Бұл бар екен мұна мотоцикл. Adamlarla istedik gene. Жігіттер келдік. Әлде балықтар секіріп жатыр. Жаңа 1-2 амур көрдік, бір келі. Қазір Ерік бізде атып көреді. Новичок, Ерік бірінші рет атайын деп тұр. Қазір кей кезде көрсетеміз енді рогатка қалай болады. Тамаша. Ең басында жерде балық бар екен көрдік, бір келік амурлар жүр. Сезонды бұйырса қазір бастаймыз. 3-4 мың бастадық. Ал жігіттер, мен былтыр биыл 39 мен атқан болатын. Қазір Ерік бізде биыл 39 атады. Мен болсам бізде новинка жігіттер, эксклюзив салыстырып көр. Америкалық катушка Zepco 888. Мына ең шынымен де айван болды жігіттер. Біраз суда не бар, соны суырып шығайын деп тұрға, алла бұйырса. Қазір астайын жігіттер. Перчатканы киіп алайық. Қазір сіздерге көрсетсем, бұл катушка қалай жұмыс жасайды. Бұл катушканы сатып алу үшін білесіздер, бізге хабарласыңыздар. rogatkashop.kz заказ берсеңіздер болады. Мінекей. Андай ремешоктар да бар, заводской кожаный, мощный. Қазір қолға тағып аламыз. Ең бастысы очки киіп алдық екеумізде поляризационный. Очки де барлығы да сол біз сатамыз rogatkashop.тан. Заказ берсеңіздер болады жігіттер. Ал рогатка болса, былтырғы неше жыл болды, ана атып жүрген. Қазір резинкасын ауыстыру керек, тозған сияқты резинкасы. Вроде нормально ма? Нормально екен резинасы. Болды онда. Осы резинамен көрейін. Болды, қазір басыма киіп алам камераны. Мінекей Ерік мына жақта киіп көріп жатыр. Қалай болатын барлығын. Менде катушка, үлкен катушка мына. Қазір атып көрсейін жағадан. Сосын мынандай құйрық бар бізде. Биылғы новинкалар. Былтыр ондай болмап еді. Идеально шығып тұр. Мына ручкасы да ыңғайлы, мына катушканың. Ішіне 130-150 метрге дейін жібір болады. Тамаша катушка. Сезонды осылай бастап жатырмыз, шүкір. Келдік, ауылға да аман есен жеттік. Қазір кеттік, ал бастаймыз, жүреміз ары қарай жаяу. Бір балық кетіп бара жатыр.
Күт шығады қазір қайтан. Астына еріп кетті. Ай, кірмей қалды. Төмен ал, төмен. Көсе. Опа. Тимеді ма? Не, тимеді. Қашты әлі. Бағана әже бір нәрсе қашып кетті олқа. Амурал дейм негізі. Ал, ассалаумағалейкум қазақ елі, балықшылар. Бүгін сезон ашып жатырмыз. Алматыдан келдім. Ерік деген дос бала. Ассалаумағалейкум. Алматының жігіті бұл. Шонжынікі. Қонаққа келді, көріп жатыр. Сезонды бастап жатырмыз. Жаңа келдім да ана жақта Ерік білесін лақтырып жатқан мына жерге. Сөйтіп ар жақтан жыланбалық көріп, жыланбалық атып алдым, үлгермей қалдым, қашып кететін болды да. Мінекей. Шамамен бір 2 келі болады, 1,5 ба. Жалпағы. Аз ар жақтарын аралау керек, ар жақтарын да шығады екен. Қармақпен де көреміз. Мінекей мынандай сумка бар бізде. Биыл американский катушкамен атайын деп жатырмын. Жаңа сонымен аттым, мынандай сумка бар бізде сатылымда. Катушка мынандай Zepco деген. Американский 888. Ең үлкен катушка. Металлический. Ремешок-то кожаный. Тиді? Кішкентай жыланбалық па? Кішкентай жыланбалық екен жігіттер. Бәсе бір нәрсе шығып тұр, тұмсық. Дәуі жоқ что-то жігіттер. Аралап жатырмыз, қармақпен де ар жаққа бір-екі рет құрып көрдік. Қармаққа вообще түспейді. Бағана бір дәуін атып алдым. Бірақ оны видеоға түсіріп үлгермей қалдым. Мәссаған, қозғалмай қалыпты ona жыланбалық. Қап-қара болып тұр да, не бәле деймін. Жобалап ата салып едім. Сөйтсем жыланбалық екен. Мінекей. Ойна кішкентай балық екен ба. Жыланбалыққа тимей қалды екен. Деу жыланбалық тұр еді. Бар ма? Қойш. Алғашқы балың құтты болсын. Неке жігіттер, көз алдымызда Ерік бір жыланбалық атып алды. Алғашқы балы. Кішкентай. Тоже жақсы. Ана жерде бір нәрсе тұрған сияқты.
Мінекей, Еріктің бірінші балға. Құтты болсын. Мына жерге өлер шыға бастаған сияқты ма. Мына жерді көру керек. Мына жерді көру керек. Мына жерде бір қамыстар бар екен жігіттер. Көре салайын. Мындай түптерінде бар шыған балықтар. Болса осындай жерде жүреді. Көрінбейді. Астындағысын атқым кеп тұр мен. Тиді? Давай да. Біреуін ат. Ата бер. Атасын ба? Майда ма? Тарта берейін ба? Еліп тасадым мәне. Нормально сынатып алдым, брат. Нормально. Мінекей. Әдемі сынатып алдым, астында тұрған. Әдемі. Килограмм атып алдым. Астында тұрады. Жігіттер. Опа, маусым ашар. Мінекей. Басына тиіпті. Жүрі бір жылан болып тұр. Отырған норман сияқты көреді. Мынаны атып көрші. Мынау тұрған о. Шөптің астында. Норман жылан бал сияқты ма? Мынау тұрған о шөптің астында. Атып тұрсын көз. Қашып кетті ғой. Сотым сұпала. Ал жігіттер бойынша әдемі болып отыр. Жылан балықтар шығып отыр. Амурлар жоқ. Арасында майда көбісі жылан балықшы. Таңдап атып жатырмыз арасында. Ірілер. Майдасы керек емес. Оқты жуып алу керек. Лақтырамызды бір жинап аламыз. Қысқасы жігіттер, мына жақтың бәрін аралап жатырмыз. Балық жоқ. Қармаққа да ұрмай жатыр. Сағада бір жер бар, сол жерді көріп кетеміз. Бүкіл жерді аралап жүрміз. Біраз жер жүріп жатық. Разведка. Жалғасуда да қой. Мына жүкті арқалап алып жүрміз әйтеуір мотоциклмен. Айналып, бүкіл ауылдың жанын айналып, короче. Тағы бір жер бар. Енді чудо монтажа дейді ғой. 1 секундтан кейін сол жақты көретін боласыздар бұйырса. Қысқасы жігіттер, біз мына жақтың бәрін араладық. Мына жерде көрдік қармақпен. Еш жерде жоқ. Рогаткаға да жоқ, қармаққа да жоқ. Қармаққа түседі, майда өте. Енді бұйырса ертең шығамыз. Енді осы видеоны жалғастырып жібереміз, Құдай қаласа. Ертең әдемі балық ұстайды деп ойлаймыз енді. Жақсы бұйырат шығар. Басқа жақтарды көру керек болып тұр. Біраз жерді аралап тастадық. Мотоциклмен араладық. Бармаған жер жоқ енді. Іздедік, көрдік, лақтырдық, лақтыратын қармақты. Болмай жатыр. Ал жігіттер, біз кеше Келіктай үйге келіп сразу ұйықтап қалдық. Ұйықтап тұрғаннан кейін Ерік екеуміз тағы да балыққа шығайын деп жатырмыз. Өткенде бір канал бар, сол жерден амурлар көрген болатынбыз, бірақ кішкене салқындау болды. Қазір шығамыз бұйырса. Мінекей мына жақтан андай мылтық рогатка тұр мына жақта. Андай прицелі бар, коллиматорный. Бұны да атып көруге енді қол тимей жатыр енді. Мінекей бізде сатылымда бар. Мінекей осы кезде қызыл жанып тұр мынаның ішінде.
көріне ма көрінбей ма білмеймін енді камераға. Осындай мылтық рогатка. Мінекей мощный коллиматорный прицельмен. Бұйырса бұмды атып көреміз. Қайтам дегенше. Ал жігіттер біз келдік, ана жерде амур кетіп баратыр. Тиді. Бір амурға тиді. Ал, жігіттер келе салып бір амурға тигізім ал. Ал, бастамас жаман емес, нормально. Былтырғыдай трофей емес, енді көктем болғасын осындай. Бастамасы майда балықтан басталады. О, нормально. Ой, бір келі. Қуыратын таза балық қона. Мінекей жігіттер. Американский зэкпа 888. Жаңағына келдік, керек екеуміз. Алматыдан келген қонақ екеуміз. Келе салып мінекей. Бір амур, арық екен бірақ амурлар. Енді қыстан шыққан ғой бұлар. Қыстан шыққасын арық болады, құйрығына тиіпті. Үшеуі кетіп баратыр еді. Мінекей. Қуырмаш. Тамаша. Жаңа видеоны түсіріпті. Алдын ала сіздерге келдік деп айтып та үлгерген жоқпын. Келе салысымен амур балығын ұстадық, атып алдық. Бастамасы жаман емес, керемет эмоция. Амур атпағалы біраз еді. Қайта аттық. Қазір нәжірге тағы да қарап көрем. Шығу керек, бүгін күн ысыды, өткенде біз келген кезде сол күн шығып едік, бұл кезде шықпаған болатын. Қазір бір жағына жаймендеп су келіп жатыр, сондықтан балықтар өрлеу керек. Ал жігіттер, мына жақта дұрыс шықпай тұр. Қазір жаңа терең жағына баратын боламыз. Мекена жаңа ұстаған. Жаңа атып алған балығымыз. Ерікте үйреніп жатыр, кеше жылан балық атты. Бүгін енді бұйырса амурларды атып көретін болады. Енді үлкен табу керек, бұдан бір 2 келік амур болса, нұр үстіне нұр болатын еді, керемет болатын еді. Мінекей табиғатты қараңыздар. Табиғаттың көркін келтіріп тұрған Алматының қонағы Ерік өзінің амурымен. Тиді. Жылан балық. Кішкентай демеш, нормально сияқты. Ажы нормально жылан балық. Нормально. Болады жігіттер. Бүгінге алғаш жылан балық. Көрдіңіздер ме, қалай кіріп кеткен оқ деген. Тамаша кірген ғой. Мінекей, осындай көлемі. Болады қуыруға. Ең бастысы балық бар, ұстадық. Тиді. Амур. О, нормально амур. Мінекей жігіттер. Мінекей амур балығы. Астында тұр еді, атып алдым. Күнге қыздырынып жүрген жерінен. О, кішкене семіздеу екен енді. Әдемі қуыратындай барына. Мінекей. Тамаша. Күзге енді, көктемге енді болады енді. Көктемде өткен балық шықпайды рогаткадан. Енді ғой шығып жатқандар. Нормально болады. Жігіттер, аңғыра. Ерік жаңа бір сазан атып алған ғой. Мінекей әдемі, ё-мо. Бір келден асады оны сазан. Бір жағын ғой. Тамаша, красавчик. Ерік үйреніп отыр. Біраз нәрсені үйреніп қалды уже. Ориентир жасап, мысалы, сазан ату оңай емес қой. Сазан кішкене астында жүреді. Ал уже Ерік үйреніп жатыр. Бірінші рет атып жатыр биыл.
рогатка ату қиын ба, қолмен ататын рогатка ыңғайсыз ғой деген жігіттерге мінекей жігіттер атып жатыр. Тамаша. Әдемі қуыратын сазан ғой мынау. Жігіттер, бір жылан балық атып алдым, қашып бара жатқан жеріне. Тиіпті ғой, мынау тереңде кетіп бара жатыр еді. Басына тиіпті. Мінекей. Ол нормально жылан балық енді. Қараңыздар. Мінекей. Басына тиген. Аузынан тигізген ғой. Ай, керемет. Қашып бара жатыр еді. Төменде. Zepco 888 катушкасы америкалық. Және де 30 граммдық оқ. Начек қанақтарып кеткен ғой мұнан деген. 30 граммдық оқ. Және плетенка 0,37 мм. 12 желіні деп айтады. 12 жіптен есілген. Ең мықтысы. Және де бізде осындай браслет. Қарап тұрсыздар. Барлығы жұмыс жасайды. Енді браслеті де жақсы. Кожадан жасалған. Қалың. Ох. Ең бастысы ұстап жатырмыз әйтеуір шүкір. Міне мынау ұстағанымыз 1-2 сағаттай болды. Ар жақта бір амур бар. Сазанды қараңыздар. Аяқпен салыстырғанда тамаша. Жылан балықтар енді майдалау. Ірі жылан балық жоқ екен. Амурларда енді кішкене майдалау болып тұр әзірге. Көреміз енді. Ар жақта бір точкалар бар. Соны аралаймыз. Тағы да басқа баратын жерлер болса көре береміз. Мынандай балық,